Жаңа Қазақстан деп жар салып жатқан жандарға жапондықтар жаңа Камриді жарқ еткізді. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Санат Жанатұлы. Қызық болса. Жауыр болған тақырыптардан шаршаған шығасындар, мен сендерге Камри 80-нің қандай өзгерістері бар, соған байланысты баяндайтын болам. Кеттік ендеше. Бір қараған кезде ұзындығы өзгермеген секілді. Алайда 4 метр 915 сантиметрге дейін ұзартты. Ені мен биіктігі ешқандай өзгеріссіз. Жанынан қараған кезде Камри 75-ау деп қалулары мүмкін. Өйткені мына иірілімдер бір-біріне өте қатты ұқсайды. Бірақ бір өзгеріс бар. Мына тұрған Камри 75-те мына бөлшегі толықтай кеткен, ал 80-де бөлшек ретінде орнатқан. Соның арқасында автокөлік биіктеу көрінуі мүмкін, бірақ ешқандай өзгеріс жоқ. Онымен қоса дөңгелектер базасы 235-45 R18. Өте әдемі дизайнда жеңіл балқылған дискілер бұл толық жиынтығында ғана жүретін модельдердің бірі. Алдынан қарасаң, Prius ба, Crown ба деп бір шошып қалу мүмкін. Алайда бұл Камри 80. Мына тұрған жарық шамдар Камри дегенге акцент жасаған секілді өзгеріске ұшыраған, бірақ ішкі құрылымдары ешқандай өзгеріссіз. LED жарықтармен қамтамасыз етілген. Жаңа Камридің сыртында тек осындай ғана өзгерістер. Reincarnated, I was stargazing. Life goes on, I need her, my babies. Китиро Тойота атамыз қазаққа қандай автокөлік керектігін білген ғой. Кім екен білмейсің ба? Қой, ұят болады. Тарихын оқымадың ба? Китиро Тойота деген адам, ол мына Тойота брендінің негізін салушы. Жет атасын дұрыстап, анықтап қарайтын болсаң, қазақ бар екеніне шүбәм жоқ. Өйткені жаны сүр автокөлікті біз үшін ойлап тапқандай. Дәл осы тұста мен сіздерге автокөліктердің құрылымын, философиясын түсіндіріп өтейінші. Не себептен қазақтар Тойотаны жақсы көреді? Оның бірден бір себебі, мысалға бізде Peugeot, Renault деген автокөліктер бар, білесіздер. Ол автокөліктер бір жыл айдайсың, бір жыл айдағаннан кейін не сата алмайсың, не жөндей алмайсың, өйткені бұзыла береді, сонымен қаныңды ішеді. Осы тұста ең үлкен, яғни әлемдегі автокультураны жасап жатқан немістер бар. Немістер өте жақсы жасаған. Оларда сапа да бар, сұлулық да бар, басқа аспектілердің бәрі бар, бірақ автокөліктерін 10 жылға шақтап жасайды. Яғни сіз жаңа автокөлікті аласыз, 10 жылдан кейін автокөлік мінез көрсетіп бастайды. Оның да жауабы бар. Ойланып қарасаң, автомәдениет даму үшін ескі көліктер өлу қажет. Сол арқылы жаңа көліктер, жаңа мүмкіндіктер, жаңа өзгерістер пайда болады. Сол арқылы олар өздерінің ескі көліктерін жан-жаққа сатады, өздеріне жаңа модельдер шығарып отырады. Сол арқылы нарықты басқарады ғой, шіркіндер. Ал жапондықтар, жаным солдар ғой, жаным солдар. Бұлар арнайы бір өлмейтін автокөлік жасайтын секілді. Сол есіктің батырмасы 100 рет ашсаң да, 1000 рет ашсаң да істеп тұра береді. Қыңқ етпейді, сыңқ етпейді. Отқа да салсасын, суға да саласың, батпайды, жанбайды. Таныстырып атырмын ба, жоқ әлде сезімдерімді айтуым керек па деген нәрсе болып жатыр.
2.5 гибридті қозғалтқыш 230 аттың күшімен айғайлап тұр. Бұл автокөлікте жанармай сыйымдылығы 10 литрге қысқарған, яғни 50 литр полный бак 95 деп жүре берсеңіздер болады. Онымен қоса автокөлік 100-ге дейін 7,1 секундта жетеді. Камрилардың арасында ең жылдам Камри деп айта аламыз. 75 3,5-тің өзі 7,6 секундта 100-ге дейін жетеді. Онымен қоса бұл автокөлікте гибрид болғандықтан, электронды мотор болғандықтан бұл автокөлік 15 шақырымға дейін қозғалтқышты қоспай электромотормен қимылдайды. Соның арқасында 100 шақырымға 4,5-4,6 литр жанармай тұтынады деп отыр. Бұл дегеніміз Қазақстанда бәрі қымбаттаған кезде ең керемет жаңалықтардың бірі. Шанды жылатар, барғайған ұмытыратын, шылым секілді, берерім мүлде бөлек. Серуендеуді сүйет, ал мен оны сыртынан сүйем, мойындай алмай жүрісі сол баяғы Камри ғой. Жайлы, жұмсақ, аспалары өзгермеген Макферсон. Тілімді келмейді ол бәлеге. Нең бастысы жұмсақ, жайлы. Мынау жаңа Қазақстанның кедір бұтыр жерлерін оп-оңай бағындырады екен. Ешқандай қың-сыңсыз. Ішкі өзгерістерге мән беретін болсам, мынау басқару құралы руль маған қатты ұнап тұр. Мына батырмалардың барлығын үлкен-үлкен көзге көрсететіндей қылып қойыпты. Жол жиелегінде ұстау, круиз-контроль секілді батырмалар оң жағында орналасқан. Ал мынау менюді сол жақтағы үлкен панель арқылы басқара аласыздар. Өте тартымды жасады. Руль электронды. Батырмалардың барлығын сенсордан қашып, кәдімгі басылатындай батырмалар жасаған маған қатты ұнап тұр. Өйткені ұзақ уақытқа дейін ол қызмет жасайды деген сөз. Өзіміз үйренген автоматты қорапша жоқ. Бұл гибрид автокөлік болғандықтан, бұда вариатор тұр. Вариатор дегеніміз қалай айтсам екен? Қазақшаға аударған кезде бір ойыншық машинелер секілді ғой. Ешқандай скоростың 3-ке түсті, 4-ке түсті деген сезімдер жоқ. Алға, артқа әрбір сатыға ауысқан кезде, яғни саты жоқ болғандықтан автокөлік бір қалыппен былайына плавно кете береді. Автокөлік жаңа айтып кеткеніндегідей 15 шақырымға дейін электронды мотормен жүреді, ары қарай автокөлікте бензинді қозғалтқыш қосылады. Толық жиынтықтағы Камридің құны 23.790.000 теңгеге сатылып жатыр. Ал артқы жағына келетін болсақ, мына тұрған спойлер ол қойылмаған. Өзінің арнайы 75-тен кішкене көтерген секілді, бірақ өзінің бір тартымдылығы бар. Онымен қоса гибридтерде мынандай арнайы белгі тұрады. Артқы жарық шамдары, сыртқы дизайн өзгерген, бірақ ішкі құрылысы өзгермеген. Жүк салғыштың көлемі де сол қалпы. Жолдан қашыңдар, бізде Камри 80-мен кетіп баратыр. Штраф жинап алатын сияқтысың, мына машинамен жүрсең. Мына селектордың жанында орнатылған, мысалы, автохолд батырмасының жанында EV мод деген тілімде келмейді. Сондай батырма орнатылған. Ол батырманы басу арқылы автокөлік 130 шақырымға дейін, яғни негізгі мотор қосылмастан плавно деген бір қалыпты жүріс орнына қарай, яғни жүре алады. Бұл деген бір жаңа бір сезімдерді, жаңа бір әсерлерді беретін сөзсіз. Алдыңғы терезеде проекциямыз тұр, өте әдемі, өте анық көрінеді. Бұрында бір ыржақай болып тұратын еді ғой. Одан бөлек айна енді сіздердің айналарыңыз, болашақ сатып алатын көліктеріңіздің айналары видео жазады. Яғни толыққанды электронды мотор қалай зарядталады деп сұрайтын болсаңыздар, өте оңай. Мына EV мод деген программаның арқасында қарашы, мына экранда тұр. Дөңгелектердегі тормоз тежегішті басқан сайын автокөліктегі электрқуат заряд алып бастайды. Және жылдамдықты асырған сайын. Егерде мына қуат көзі азаятын болса,
автокөлік бензинді қалыпқа енеді де арға өзінің жұмысын жалғастырады. Электро автокөліктердің өркениеті басталғалы бері бәрімізде бір сұрақ. Электролар дұрыс па, бензин дұрыс па деген. Көпшілігі гибридті алғысы келеді. Тура осы тұста мен сіздерге айта кетейін. Мысалға, мына автокөлікте қазіргі таңда электр қуатын зарядтайтын жер жоқ, бірақ ол өз-өзімен қуат алады. Яғни тежегішті басқанда, жылдамдықты асырған кезде, ал егерде электр қуаты бітетін болса, автокөлік қалыпты жағдайға енеді де 2/5 қозғалтқышпен ары қарай жүреді. Жүру барысында қайтадан сол электр қуатын жинайды өзіне. Бұл меніңше екі ойлы болып жүрген азаматтарға дәл шешім деп айта аламын. Жапондық үлгіде бұл автокөліктің ішкі орындықтарын 4 түрлі материалмен жасады деп айта аламын. Өйткені 3 түрлі кожаның түрі және де бір велюрлы салон. Ал қазіргі таңда максималды жиынтығында бұл кожа мен алькантараны араластырып жасаған, бір ұстаған кезде приятно бар ғой. Кәдімгідей бір үйде жүрген сияқты бір сезімінде боласың. Және кожаның ромбиктері бір байқағаным, оның алдында кішкене майда болатын, ал бұл автокөліктерде үлкенде ірілеу ромбиктерді орнатқан. Бұл да бір жаңа өзгерістердің бірі деп айтасың ғой. Егерде менен былай сұрайтын болса, санат Camry 75-ім бар, 80-ді алайын ба, жоқ па, қандай ақыл кеңес берер едің десең, мен айтар едім. Алсаңыз, алыңыз, бірақ гибридті мотормен. Сол кезде өзгерісті түсінесің. Кәдімгідей 3/5 75-термен 2/5 гибрид, бұл екеуінің арасы айдап отқандағы сезім мүлдем бөлек екен машина. Тып-тыныш, от алып тұрма, от алып тұрған жоқ па, білмейсің. Коробканың ауысу передачаларын сезбейсің. Тек бір электроавтокөлікті айдап кетіп баратқан секілді жүре бересің ғой. Саяхаттан адам алып кетеміз ба? Сигналды айтсайшы. Өткенде Camry 80-нің қытайлық нұсқасында отырдым. Енді панораманы жабыстырған, жаңа функцияларды, жаңа технологияларды қосқысы келген. Бірақ оригиналдың өзі, оригинал ғой. Бөлек та, сезім бөлек. iPhone сияқты ғой былайша айтқан кезде. Қытайдың iPhone мен кәдімгі iPhone ұстап көрші екеуіндегі айырмашылықты білесің. Тура сондай секілді. Қытайда жасалған Camry 80 мен жапондықтар жасаған Camry 80-нің арасы жер мен көк. Екеуі бөлек бір сапа, матасында, жүру барысында, аспаларында, кедір-бұдыр жерлерді бағындыру барысында, және мынандай бұрылыстарға кірген кезде автокөліктің төрт дөңгелегінің өзін ұстау барысы мүлдем басқаша. Қытайда білмеймін, маған ұнамады ма, жоқ әлде Қытай деп айтылғаннан кейін миымызда, санамызда солай болып қалып кетті ме? Бірақ жапондық оригинал версиясы ол бір бөлек екен. Неге қазақтар Camry'ді жақсы көреді деген сұраққа мен былай жауап берер едім. Әкем, шешем, бала шағам, тума туысым, елім, жерім деп бірді екінші жасап жүрген ер азаматтарымыз өте көп. Сол ер азаматтарымызға ыңырсымайтын, шыдамды, төзімді болатын автокөлік қажет. Кезіндегі біздің жылқыларымыз секілді ғой. Бұл көлік қатты жылдам болмауы мүмкін. Бұл көлік қатты сәнді де болмауы мүмкін. Немесе қатты бір тартымды да болмауы мүмкін. Бірақ бұл ең бастысы төзімді. Бөлшектері арзан. Алып сатуға ыңғайлы. Бөлшектерді ауыстыру түсінікті. Мотор механизмі бала кезден танысып біліп жүрген автокөлік болғандықтан жанымызға да жақын, толықтай біле аламыз деп айта аламын. Негізі кез келген ер азамат өзінің әкесіне, өзіне жақын бір адамға осылай бір Toyotадан көлік сыйласам деп армандайды ғой шіркін. Былай, көлік дүние бұлай тұрсын, әке үшін жан беріп жүрген Шерзат секілді ер азаматтарымыз бар кезде Қазақстанның болашағы жарқын деп айта аламын. Сондықтан
лайк бас, коммент қалдыр, ең басты досыңа жіберуді ұмытпа. Олар да көрсін.